білесіздер ма, кез келген нәтижеге жетіп, кез келген жауапкершілігі бар қыздың достигательдік қасиеті бар. Олар достигаторлар, мақсат қояды, жетеді, мақсат қояды, жетеді. Бірақ сен сол мақсатты қойып, жетіп, бірақ ол жеткенің үшін өзіңе бір алғыс айтпайтын болсаң, миыңның ақысын, денеңнің ақысын, бір істеп жатырған ісіңнің, күшіңнің ақысын бермейтін болсаң, сен өшіп қаласың. Көпшілік қыздар айтады да, мен жетістікке жетіп жатырмын, мен барлығын жасап жатырмын, но мен бақытсызбын, мен өзімді марапаттай алмаймын, мен өзімді бір қуанта алмаймын дейді. Неге? Себебі жетеді, бірақ оған өзінің істеп жатырғанына өзіне бір марапаттау бермейді, денесінің, ойының, бір күшінің ақысын бермейді. Сондықтан да ондай қыздарда егер өзін мақтамайтын болса, егер өзінің істеген ісіне қанағаттанбайтын болса, выгорание болады, депрессия болады. Неге? Себебі істі жасап жатыр, бірақ неге жасап жатырған түсініп жатырған жоқ. Әйтеуір выживать етіп жатырмын деп ойлайды, жасай береді. Бірақ нормативтен көп жасағаннан кейін көп нәтижені қалайды, көп нәтиже шықса да қанағаттанбайды. Потому что өзін всегда критиковать етіп отырады. А так нельзя, өзінді критиковать етуге болмайды. Менің бір қыздарым бар, жұмыс жасайтын, олардың барлығы күшті жұмыс жасайды. Барлығы өте әдемі, өте ақылды, қолынан барлығы келеді. Бірақ іште сенімсіз, бақытсыз, ішкі состояниесі онша емес, выгорание көп болады. Неге деп барлығының түбін ашып жұмыс жасаған кезде түбінде өзін марапаттай алмау шығады. Егер мен өзімді бағалайтын болсам, егер істеген ісіме қанағаттанатын болсам, мен еріншектеніп кетемін, мен тәкаппарланып кетемін, сондықтан да марапаттамаймын деп жүре береді да. Бірақ маған сеніңіз, егер сіз өзіңізді марапаттайтын болсаңыз, марапаттай де өзіңнің істеген ісіңе қанағаттанатын болсаң, өзіңнің істеген ісіңе сенетін болсаң, шығарып жатырған нәтижеңе, бұны мен жасадым, күшталық тағыла берді, ойдалық тағыла берді, бірақ бұны мен жасадым деген ой болған кезде, мен молодецпін деген ой болған кезде, сенде екі есе күш пайда болады, екі есе күшті нәтиже пайда болады. Сондықтан да өзіңді марапаттаудан, өзіңе благодарны болудан, өзіңнің істеген ісіңе қанағаттануды ұмытпа. Менің де бойымда енді достигаторлық қасиет бар ғой. Мен жетістікке жетіп, бірақ оған өзіме бір қанағаттанбайтын болсам, менде де выгорание болады. Егер мен бір нәрсені істеп, бірақ оған өзіме көңілім толмайтын болса, менде өзімді кінәлап, как будто еш нәрсе жасамай жүргенде адам болады. Сондықтан да марапаттау, өз істеген ісіңе қанағаттану өте маңызды. Қанағаттанбайсың ба? Окей, мен осылай жасадым, молодец, бірақ дальше тағы да жасаймын деп кетті. Бірақ өзіңді түртпектеп, мен всегда еш нәрсені дұрыс жасай алмаймын деп өзіңді нұқып отырудың мүлде қажеті жоқ. Достигатор қыздардың білу керек тағы да бір информациясы бар, ол всегда мақсат қойып отыру. Сен егер всегда мақсат қойып отыратын болсаң, сен егер всегда точка быңды білетін болсаң, онда сенде күш одан әрі пайда болады. Скептик адамдарға ондай күшті алу қиын, перфекционистерге ондай күшті алу қиын. Бірақ сен достигатор бола тұра алдыңа мақсат қоятын болсаң, ол саған тағы да бір қосымша күшті берді. Себебі достигатор қыздар тоқтамау керек. Тоқтап қаласың ба, опять сенде выгорание болады, сондықтан да тоқтамай алдыға қарай жүр, мақсат қой, жет, соған қанағаттан, тағы да мақсат қой, жет, соған қанағаттан. Бұның барлығын айтып жатырмын, қазір енді Анталиядағы соңғы күніміз ғой, сондықтан да қарап отырмын да, неге менде сондай күшті чувство деп, потому что мен алдында февральдан кейін тоқтамай жұмыс жасадым, неше түрлі қыздармен жұмыс жасадым, неше түрлі ауыр состояниялармен жұмыс жасадым, оларды нәтижеге жеткізіп бердім. Бәрібір оларды нәтижеге жеткізіп бергеннен кейін, оларға күшімді, уақытымды, энергиямды бергеннен кейін, менде де белгілі бір дәрежеде күш таусылады, менде де белгілі бір дәрежеде энергия таусылады. Кейбір жағдайларда байқамай олардың убежденияларын алып қоясың. Сол алған, бір шығарған, бір энергиямды толтыру үшін бұл саяхат маған өте күшті болды да. Так вот. Және тағы да бір айта кететін жайт, барлығына бірден жетуге тырыспаңыздар. Барлығына егер сен бірден бола салғанын қалайтын болсаң, барлығының тез бола салғанын қалайтын болсаң, онда сен кілең андай арбап, алдап
Менің қыздарыммен бір мысал келтіре кетейін. Менде жұмыс жасаған бір қыз бар, өзі 25 жаста 10 миллионнан астам қарызы бар. Рассрочка дейді, кредит дейді, тағы да біреуден қарыз алып берген, қарыз ала берген. Оның барлығын неге алдың десем, қарап анализ жасақ, оның барлығын обученияларға алған. Мынандай обучениялар бар ғой. Егер сен осы сабақта алатын болсаң, сен 5 миллион мен 10 миллионның арасында тез қаржы тауып, тез өз қалаған мақсатыңа жетесің дейтін обученияларды ала берген, тоқтамай ала берген, наставничестволарды ала берген. Но нәтижесінде қарызға батып отырады. Ол обученияларда бір минус болмау мүмкін бар шығар, мен білмеймін. Бірақ сен барлығын тез жасауға тырысқан кезде, барлығын ешқандай ықылассыз, лишь бы нәтижеге жетсем екен, лишь бы ақша тапсам екен деп жасайсың да. Ал сенің мақсатың лишь бы ақша табу, лишь бы тез машина алу, лишь бы тез саяхаттау болатын болса, сен алып жатырған сабағыңды дұрыстап түсіне алмайсың, дұрыстап сіңіре алмайсың. Сондықтан да белгілі бір сабақты алатын кезде, даже менің терапиямды алатын кезде, сенде мақсат болу керек та. Мен осы адамнан барлық информацияны аламын. Мен осы адам арқылы өзімді дұрыстаймын. Мен осы адам арқылы көтерілемін. Мен осы адам арқылы өзімді танимын. Мен осы адам арқылы қалаған білімімді аламын деп алу керек та. Бірақ сен егер лишь бы ақша табу дейтін болсаң, былайнан тез не істеп жүргеніңді білмей, әйтеуір бір тип соғып оқисың да, ол кезде әрине нәтиже болмайды. Достигатор қыздар туралы тағы да бір информация айтқым келіп тұр. От души барлығын айтып тастайыншы, беріп тастайыншы, достигатор қыздар көбінесе отношения құра бермейді. Потому что достигатор қыздар олар барлығын жекелеп жасаған жақсы көреді. Топпен оларға өте қиын. Оларға бір партнермен жұмыс жасау өте қиын. Оныкі всегда прав болу керек, оныкі всегда дұрыс болу керек, оның айтқан сөзі всегда приоритетте тұру керек, оның қалауы всегда приоритетте тұру керек. Сондықтан да оларға деп иіле салу қиын да. Біреуге я деп көзіңді жұма салу, біреуге келісе салу, біреудің бір плюсын айта салу өте қиын, себебі иіле салса оның эгосы өте қатты ойнайды. Сондықтан да мынаны ескеріңіз, бұл өмірде партнер өте қатты сіздің өміріңізге керек. Партнер дегеніміз ол сіздің жаныңызда болатын ер адам. Неге? Себебі адам туылған кезде ішіндегі барлығын ата-анасына айтады. Ата-анасы оның өміріндегі ең жақын адам болады. Я ол ата-анаң жақсы болсын, жаман болсын, бала туылған кезде ата-анасына 100%-ға сеніп соған айтады. Ата-анасына айтпай жатырған, айтуға болмайтын әңгімелерді уақыт өте келе, возможно, бір 12-18 жас аралығында бауырларына айта бастайды. Уақыт өте келе бауырларына да айта алмай жатырған кезде қыздың өмірінде құрбы пайда болады. Уақыт өте келе құрбының да дәуірі аяқталады. Сол құрбының дәуірі аяқталған кезде, егер сенің жаныңда сенің партнерің болмаса, өмірлік партнерің болмаса, сен уже мына өмірде жалғыз сезіну мүмкін. Сондықтан да мен деген мынау дымға да керек жоқ тәкаппарлықты ала тұрған дұрыс. Себебі достигатор қыздардың көбісі тәкаппар, көбісі эгоист, көбісінде завышенная самооценка бар. Өзінен басқалардың барлығы как будто дұрыс емес ойлайтын секілді, дұрыс емес деп жатырған секілді көрінеді. Сондықтан да отношения құра бермейді.